Кашыктан окутуу окутуучу менен студенттин окуу процессине тән барлык компоненттерди көрсөтөтүн және арнайы куралдармен жүзөгө асырылатын кашыктыкта өз ара аракеттешүү. Кашыктан окутуу кезинде режимди сактоо және өзүн жетилдирүү кестесин ұстануу тәртипке келтирет. Эсте сактоо менен түсүнүү жакшыра түсөт. Өз бетимен жұмыс аса жоопкерчилик пен чыдамдуулукту талап этет. Кашыктан окутуу кезинде студенттер интернет технологияларымен немесе интерактивдикти көздөйтүн башка да куралдармен акпаратты толук 100% көлеминде окуй алады. Кашыктан окутуу әмбебап. Кез келген уақытта еш қиындықсыз оқушы немесе студент өз оқуын жалғастыра отырып, білімін жетілдірумен айналыса алады. Себебі сіз уақыт шеңберімен байланысты емессіз. Өз уақытыңызды өзіңізге ыңғайлы етіп бөле аласыз. Барлық материалды бір күнде немесе бір апта көлемінде меңгерсеңіз де, біздің бүгінгі таңда оқытудың ең басты мақсаты бұл нәтиже. Карантин кезінде қашықтықтан оқытуды қалай ұйымдастыруға болады? Мен өзіме ыңғайлы платформаны таңдадым. Оған оқу материалдарымды жүктедім. Бәрі дайын. Барлығы ашық және оңай. Бұл ыңғайлы жағдайда оқыту. Кашыктан окутуу студенттерге материалды өз бетинче меңгерүүгө мүмкүнлүк берет. Окутуучу менен студент арасындагы байланыш видеоконференция аркылуу жүргүзүлөт. Кашыктан окутуу студенттерге кандай да бир себептермен сабакты жиберип алмауына мүмкүнлүк берет. Нәтижесинде себепсиз сабактан калуу азаяды. Алайда кашыктан окутуу сыяктуу билим алуу формуласынын эң басты артыкчылыгы бул ыңгайлуулугу. Убакыт пен ис-аракет эркиндиги, убакыт үнөмдүү, немесе кандай да бир себептермен болбосун, осы үлгүдө үйрөтүү да, үйрөнүү да оңай және ыңгайлуу.